2022 жылғы 20 қарашаға тағайындалған Қазақстан Республикасының президентінің кезектен тыс сайлауында сайлау комиссияларының мүшелерін және сайлау процесінің басқа да қатысушыларын оқытуды ұйымдастыру жоспарына сәйкес қалалық сайлау комиссиясының ұйымдастыруымен оқыту семинары өтті. Семинарға қала бойынша барлық учаскелік сайлау комиссияларының төрағалары, төраға орынбасарлары, хатшылары қатысты. Семинар барысында аталған сайлауды өткізу бойынша видеороликтер көрсетіліп, сайлау процесіне қатысты толық түсіндірмелер берілді. Тараз қаласы бойынша бізде 125 участок сайлау кезінде жұмыс жасайды. Ол 125 участокта 1165 комиссия мүшесі бар. Міне бүгін сол комиссияның мүшелеріне арналып, әдістемелік көмек ретінде коуч семинар ұйымдастырып отырмыз. Бұл семинар бүгін өтеді, және де түске дейін, түстен кейін де өтеді. Екі топқа бөлініп отыр. Бұл жердегі мақсатымыз жаңағы айтып кеткенде методикалық көмектер көрсету, және де басты тақырыбы осы сайлау дауыс беру күні сайлау учаскелеріндегі жүріп тұру ережесінің заң аясында сақталуы бойынша қазір осы пікір кеңестер берілетін болады. Басқосуда сайлау кезінде туындау мүмкін мәселелер талқыланды. Мысалы, ауысыммен жұмыс істейтін тұрғындар сайлау күні жұмыста болса қайтпек керек. Участикке куәлігінсіз келген азаматтар дауыс бере ала ма? Сайлау комиссиясының мүшелері осы сұрақтарды пысықтап алды. 20 қараша кезектен тыс президенттің сайлауына толық біз дайынбыз. Комиссия мүшелеріне қазіргі таңдағы мына әдістемелік нұсқаудағы берілген негізгі міндеттердің барлығы толық түсіндірілген. Дегенмен де бүгін аумақтық сайлау комиссиясының ұйымдастыруымен керемет семинар тренинг өтуде. Ол жердегі мысалға сайлау үйіндегі әрбір байқаушылардың міндеттері, және де осы жердегі комиссия мүшесінің әрбайсының өздерінің сол сайлау үйіндегі атқаратын міндеттеріне толық түсіндірме жұмысын тағы да тереңірек түсіндіруде. Сондай-ақ саяси науқанды жоғары деңгейде өткізу үшін жауапты тұлғалардың заңды білуі маңызды екен айтылды. Тахмина Талибжанова, Ислам Құдиярбек, Ерболат Жақаш, 7-7 News.